Ассалаумағалейкум қазақ елі. Өздеріңіз білетіндей, мына жердің биогумусит қазір біршамасы өтіп жатыр. Әлі біраз биогумус бар бұл жерде. Ара бетінде кеше қыстың күні мына беті қалыңдығы осындай болып қалды бізде көңнің. Қыс кәдімгідей қатты болды, сол ойлағанмен. Бұл құрттардың барлығы өліп қалды ма екен деп. Мынау біздің құрт бұрт емес, бұл жаңағы көң тастаған жеріміздің биіктігі. Құрттар осы жерде жатып қыстап шықты. Қыс деген кәдімгідей ешқандай да өлген де жоқ, ішпелі де қан жоқ. Жағдайлары керемет. Суыққа қалай болады дейтіндерге, мен мынаның бетін өздеріңіз алдындағы видеода көрген болсаңыздар, мынаның бетіне айыр кіргізе алмаған тоң болып қатып қалған соншалық айыр кіргізе алмағанбыз. Сол енді біз тоң еріп күн жылғаннан кейін өте құрттарды көрдік. Құдайға шүкір, құрттарымыз керемет болып отыр. Мына жерлерде де құрттар бар. Мына өздеріңіз білесіздер, бұны кеше қысқа қарай күздің аяғында ма тастадық қой. Бұл жердікі мындай болып міне кереметтігін көрсетіп жіберейін деп отқан. Сосын мынау үшеуі енді дайын болып жатқан биогумус. Бұл жақтан да жәшіктер бар. Жәшік болса енді осыларға кеше әкеп қойып кеткен том. Бұғанда уже құрттар кіріп жатыр екен. Бұл енді бір-ақ күн болған тұрғанына, бір күннің ішінде уже кіріп бастап жатыр. Мына енді мүмкіндігінше бір аптадай тұрғызуға тырысам. Бір апта тұратын мынаның іші құртқа толады. Сосын бұны ары көшіре беремін. Бұл жерде жәшік қойып, ең болмаса жәшікпен шамалы құрттарын алып алайық деп жатқанмын. Өйткені мен бұл жерде мына жерлерде биогумустарды ағайындар келіп қаптап алып отыр. Қабы 5000 теңгеден алып жатыр. Өздері келеді, оның қабы 50 килограммдық қаптап алып кетеді. Бірақ кеше бір көрген кезімде құрт деген өте көп екен. Ана жерлерді ашсам жаңағы биогумустың арасында. Сосын кейін мына жағаға жәшіктерді әкеп қойған себебім сол. Осы шамалы болса да құрттарын алып қалайын деп. Көрсетмей жүрген. Шамалы болса да құрттарын алып қалайын деп. Құртымен кетіп отыр екен. Алған адам құртын бөлек алып жатпайды. Олар не істейді? Олар құртымен апарып тастай салады ғой. Ол болмасын деп. Әлі бірталай биогумус бар мына жерлерде. Осы жерді бітіріп алсақ, қаласа сосын бұл жердің орнына картошка егеміз ба деген ниет бар. Осы ауылда жүріп, ауылда отырып, ақша қайдан табам, қалай ақша табам, немен айналысам, не істесем болады дейтіндерге
Менен bir akıl kеңес болsun. Ауылдық жерде шикізат көң табу оңай. Мен өзім білесіздер Қызылорда қаласынан келіп істеймін осыны. Өзім қалада тұратынымды білесіздер. Ауылда отырған адамға керемет бизнес. Осы жасасын. Әрбір қазақ бай болсын. Ассаламу алейкум.